Қайырлы күн достар, баршаңызға бүгін сіздермен өте жұмсақ үлпілдеп тұратын булочкидің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Бізге керекті ингредиенттердің барлығын описанияға қалдыратын боламын. Бізге жылы су, қантымызды, жұмыртқамыздың ақ уызын, сары суын бетіне жағуға алып қаламыз. Және де қантымызды, тұзымызды, дрожжымызды, разрыхителімізді салып алатын боламыз. Бірінен кейін бірін жақсылап тұрып қамыр илейміз. Өзімізге керекті мөлшерде ұнымызды қосып аламыз. Міне осылай қамырымызды жұмсақ етіп илеп алатын боламыз. Сұйқымайды міндетті түрде қосатын болыңыздар. Міне осылай 30-40 минутқа қойып қоямыз жылы жерге. Міне ашқан қамырымыз бізде екі бөлікке бөліп аламыз теңдей етіп, және керекті бөлімін өзімізге алып, булочкамыздың түрлі әдісте түйіп бөгіп пісіріп аламыз. Міне 4 жеп жайып алдым. Ортасына сармай жағамыз. Сливочный сармай. Мен сармайды тестасына қоспадым. Ортасына осылай жағып шықтым. Және іштеріне керекті неше түрлі дүниелер бар, соларды қоссаңыздар болады. Мен мейіз қостым. Осылай етіп екі жағында бір-бірінің үстіне қойып жайып шығамыз. Және жайып шыққан қамырымыздың тең ортасынан бөліп аламыз. Осылай кішкене қалыңдау болса, оқтаудың көмегімен жайып жібересіздер. Тура осып тұрған қамырымызды ұзынша етіп турап аламыз. Және неше түрлі өрудің, бұйралап түйудің неше түрі бар. Міне осылай осы әдіспен түйіп шықтым. Міне өте керемет, көріністе әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап кетіңіздер. Менің рецептім бойынша өте дәмді, күшті болып шығады. Қонақ келгенде де ұялмай қоятын боласыздар. Міне осылай етіп орап болып шығасыздар. Және бұл кезде тапамызды 180 градусқа қойып қыздырып алатын боламыз. Қызып тұрған тапамызға қоямыз. Міне бүгіп түйіп шыққан қамырларымыз 15-20 минутқа қойып қойдым. Міне осылай кішкене көтерілді. Және үстіне алып қалған жұмыртқамның сарысын жағып шығатын боламын. Сарысы өте сап-сары әдемі болып шығады піскен кезде. Міне барлығын осылай сеуіп жағып шығамын. Бетіне себетін заттарыңыз болса себуге де болады. Мак, күнжіт немесе басқа нәрселерді сепсеңіздер болады. Және мен басқа екінші әдісін түйіп өруді көрсететін боламын. Булочкамыздың міне оған да сармай жағып алдым. Ортасына мак сеуіп жүрсеңіздер болады. Міне осылай екі ортасын кесіп, екі жағын қосып, бантик тәрізді етіп түйсеңіздер де болады. Өте керемет әдемі болып шығады. Дастарханға қойғанда дастархандарыңыздың сәнін келтіріп тұрады. Тағы үшінші түрін көрсетемін сіздерге. Міне осылай жан-жағын пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Осылай түйіп шығып, ортасына қосатын қоспаларыңыз қоссаңыздар болады. Мен варенка құйдым. Міне осылай ортасына босаған сусынның крышкасын қолдануға болады. Міне осылай жан-жағын түйіп шығамыз. Жақсылап қысыңыздар, өйткені пісіп жатқан кезінде шығып кетуі мүмкін. Міне осы кезде менің булочкаларым пісіп шықты. Өте әдемі, жылтыр, қып-қызыл болып шықты. Жұмсақ, жегенде үлпілдеп тұрады. Міне міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонақ келгенде дастархандарыңыздың сәні болып тұратын булочкалардың бірі. Өте керемет, дәмінде тіл үйіреді.
Kanalıma like basıp tіркеліп кетіңіздер.